Мақтаралда алдағы уақытта қашан олар аяғынан тұрып кетуі мүмкін? Я видела пустые аэропорты и пустые вокзалы. Космонавт Талғат Мұсабаев сіздің ағаңыз. Но зачем мне вас обманывать? Бақытхан, сіз қай діндесіз? Ислам дегенде қазір қорқатын болдым. Ваххабиты называют себя мусульманами. Скоро будет только одна религия. Коронавирус – это заговор всемирный? Үлкен соғыс болайын деп жатыр. Мен тек қана 25 жылдан қорқам. Балқаштың астында бір жол болу керек. Меккеге жол бар. Еш какой-то хитрый. Бұл рейтинг KZ YouTube каналы. Менің аты жөнім Данияр Есен. Ал енді бүгінгі менің қонағымды таныстыра кетейін. Өте танымал көріпкел. Экстрасенс Бақыт Жұматова. Бақыт ханым, айтыңызшы, сізге жалпы осындай оғаш ерекше болғаны ұнай ма? Вам нравится быть странной? Я имею в виду, нравится ли, когда вас называют, вообще... вот Бақыт Жұматова такая странная? Нет, люди все странные. Не я одна такая, все странные. Наверное, другая лучше подходит. Не странная, а другая. Лучше другая? Да, другая. Вам нравится, когда вас называют вот, Бақыт Жұматова вот такая, другая? Ну, я не знаю, я такое не слышала, білмеймін. Может, біреулер айтатын шығар, маған прям айтып көрген жоқ, ты такая странная деп. Но это же обычное слово странное. Білмеймін. Давайте продолжим дальше. Хорошо. 2009 жылы, осыдан тура 11 жыл бұрын, сіз ТНТ-да «Битва экстрасенсов» деген жобаға қатыстыңыз. Оны барлығымыз білеміз. Сол уақытта сіз өте танымал болдыңыз. Как вы думаете, пик вашей популярности уже прошел? «Битва экстрасенсов» деген 11 жыл бұрын өтіп кетті. Мен онда уже деген кәдімгі 2000 жылдан бастап кісі қарағаннан кейін, я поехала уже подготовленная битваға. Олар өздері шақырып, өздері приглашать етіп бардым съемкаға. Ал енді деген әлі күнге шейін адамдар мені таниды, біледі, обращаются. Прямо де ұмытылып қалдым деп мен айта алмаймын. Ол өтірік нәрсе. «Битва экстрасенсов». Мен ютубтан бір видео көрдім, жалпы документальный фильм «Разоблачение». Да, енді... Честно скажите, вот сколько людей смотрят вот даже в России, Казахстанда, барлық жерде. Там постановка была? Нет. Нет, там вот, мен бір тек қана бірінен айтып кетейін, біз Славаның үйіне келдік, певица Слава. Мен ол кезде оны танымаймын, көрген жоқпын. Бізге айтты бейде, вас встретит очень известный человек России деп. Мен ойладым, Путин шығады ма, біреу шыға ма деп жаңағыдай. Ұзын қыз қарсы алды, отырғызды. Мен танисыз ба, танымаймын. И айтты, анау қайдай, мынау кімдікі, ойыншық кімдікі, андай, мындай. В общем, это был такой блиц такой, не андай. Көресің ба, көрмейсің бе деген, біз сынақтан отырдық қой. Сонда мен басыманда 50 мың деген түсіп тұрды. 50 мың деген. Мен айттым, 50 мың бар. Потом они нашли, сөйтіп мен тройкаға кірдім. Онда маған прям біреу Слава үйінде ақша бар екен деп айтып қойған жоқ. Біздер, наоборот, біз қорықтық, кім шығып қалады деп. Надо было изюминку какую-то обнаружить. Получается, у вас был договор, да, чтобы оның постановка екенін айтпау керексіздер. Ешқандай постановка болған жоқ. Слава қалай маған айтады, мен үйімде ақша жатыр деп. Ол кезде Слава вообще дегенде танымал адам емес, ешкім оны танымайды. Мен оған айтқам, сен әлі қыз туасың, жаңағыдай не деп. Нет, они наоборот искали человека, который именно видит, көреді. Көп анда біз енді деген 4 ай съемка болды, біреулерін көрсетті, біреулерін көрсеткен жоқ. Монтаж сіздер жасайсыздар, бәрі монтаж болды. Өтірік деп мен енді айта алмаймын. Хорошо. 2009-2013 жылдармен салыстырғанда сізге келетін адамдардың саны азайған жоқ па? Қазір ма? Қазір. Қазір енді осы күнде мен онлайн... Көштіңіз. Да, онлайн, так как это жаңағыдай. Онлайнға мегіз уже январда көшкен, потому что көп адамдар қыста келе алмайды. Жағдайлар жоқ. Мен айтам, зачем вам ко мне ехать, когда можете онлайн также, видеомен, скайппен. Без разницы онлайн и офлайн? Да, нет, конечно. Потому что деген, я же ловлю информацию извне. Мен қасыма келіп отырғанда оның қандай не жаңағыдай. Без разницы. Қасына келіп отырса да, айдалада отырса да. Да. Например, біреу бір нәрсе сұрап тұрса, сол адам қасында тұрады. Я все равно ловлю эту информацию. Демек, азайған жоқ адамдардың саны? Нет, конечно. Как раньше было, так и осталось. Енді қазір деген бұрынғыдай енді 20 адам күтіп тұрмайды есік алдында. Бұрынғыдай. Сейчас онлайн. Сейчас онлайн, да. Ну, Аллаға шүкір, мақтан алмаймын. Чиновниктер, атақты бизнесмендер, шоу-бизнес өкілдері, жалпы байдың қатындары сіздерге жиі келіп тұра ма? Олар бәрі келеді, бірақ аттарын айта алмаймын. Это же этика. Я знаю, я не спрашиваю аттарын. Нету ни одного чиновника в Казахстане, нету ни одного артиста, нет ни одного журналиста, который бы у меня не был. У всех свои проблемы. Ну и простой народ. Келеді демек, байдың қатындары. Келеді. Неге, почему қатындары? Байдың өздері де келеді.
өздері де онда тұрған не бар, я же деньги хорошо вижу. Көп төлей ма? Айта алмаймын. Онда айтпайсыз. Жоқ, қазір менде... Это коммерческая тайна, получается, да? Ну да, 10 тысяч мен 10 мың теңгеден қарап жатырмын, потому что әрбір адам состояние богатый, бедный 10 мың теңге төлеуге. Артық, потому что жоқ бізде ақша қазір, өзіңіз білесіз ғой. Все стоит, у нас пандемия и так далее, и так далее. Пандемия, коронавирус туралы кейін сұраймын. Әзірге осы уақытқа дейін жасаған прогноздарыңыздың қанша проценті тура келді? Былтыр деген осы бірінші каналына қыста интервью бердім. Былтыр мекен, бұрнағы жыл мекен, точно не помню, у них это нелері бар, съемкалары бар. Я видела пустые аэропорты и пустые вокзалы. Вы видели? Я видела. Мен айтам, говорю, адам жоқ, говорю, приезжает и пусто деп. Мен түсінбедім. И обычно вот когда вот оператор снимает, олар ойлайды, наверное, какая-то больная, какая иностранная деп, да? А мен на самом деле анда будущего вперед кетіп қалам. Что андай нет? Нет, они так не думают. Нет, я вообще говорю про других. Наверное, Первый канал тогда так подумал. Какая-то вот Жуматова опять там что-то тащится деп. Сол қазір жағдай отырдық қой. Вокзал бәрі пустой, аэропорттар пустой. Сіз соны көрдіңіз бір жыл бұрын? Мен оны заранее көрдім, мен түсінбедім не екенін. Қандай реальностьқа біз кеткенімізді мен айттым, какая-то, говорю, реальность непонятная деп. Вот ана сейчас қазіргіні көріп отырғаным. Әжеңіздің есімін, әжеңіздің... Асима, Абдулла қызы, это моя бабушка. Иә, ол кісі туралы айтып жатырсыз, сол кісінің қолында өстіңіз, е? Да, я выросла у бабушки, да. Менің естуімше, әжеңіздің әкесі өте діндар кісі болған. Көріпкел болған, да. Ғабдулла Ишан 40 мешіт ұстаған дейді. Да. Мен дұрыс па информация? Да. Ол кісі туралы не айтар едіңіз? Он тоже видел, көрген, көріпкел болған, емдеген, қатты жеркеншек адам болған. Мен де тура сондаймын. Сіздің руыңыз кім? Мен шапраштымын, по отцу. Шапраштың по матери ішінде кім? Айқынмын. Сондай бар. Айқын ішінде қалқаман. Мен естуімше космонавт Талғат Мұсабаев сіздің ағаңыз болып келеді екен. Ағамыз, это мой родственник по папиной линии, да. Кәдімгі туысқансыздар. Да, ол Ұзынағаштан тоже. Мен тумаларым бәрі горныйге канатта тұрады. И вот мен Күлайхан тәтеммен жаңа Талғат Мұсабаев кәдімгідей родственники. Вы общаетесь или нет? Давно. Он общается с вами или нет? Я видела его на похоронах его брата Марата. Ну, зачем мне вас обманывать? Ағасы қайтыс болғанда мен похоронда болдым, бірінші рет көрдім. Бірінші рет көрдім? Ну, мен Оралда өстім ғой. Мен жаңағыдай Оралға келгенде, мен барғанда мен жақындатқан жоқ. Не поверили, что мы родственники. Әйелім білен Викана Мұсабаева, лично знакома. Алматының үйінде болдым, мұнайында үйінде де болдым. Оны өтірік айтатын жағдайым жоқ. Затына өтірік айтам. Бақытхан, сіз қай діндесіз? Енді дін деген тек қана адамның туған несінен беріледі. Мен мұсылманка, я родилась. Христиан діне өткен жоқпын. Кришнаитка я не стала, буддистка я не стала, как некоторые другие экстрасенсы. Енді не айтқыңыз келді? Жоқ, сіз ислам дініндесіз ғой? Ислам емес, я мұсылманка. Прям кәдімде мұсылманкамын. А енді ислам дегенде қазір қорқатын болдым. Ваххабиты называют себя мусульманами. Мен бұл сұрақты қойып отырғандағы себебім, жалпы ислам діні бойынша, мен мынаған қараңыз, жалпы пал ашу, көріпкелдік жасау өте ауыр күнәлардың бірі болып есептелінеді. Оны осындай критиканы сіз естідіңіз бұрын. Не только от моих уст, конечно. Енді мен оны естимін оған. Сіз жалпы осындай критикаға қалай қарайсыз? Маған бәрібір. Мы вообще, Данияр, идем к тому, что скоро будет только одна религия и одно государство. Соған біз бәрібір, соған келе жатырмыз. Ол человеческая религия. Например, сен орыс болсаң, мен сені бөле алмаймын, сен орыс екенсің деп, сен адамсың ғой. Енді мен не айтты? Ал жаңағыдай адамдарға қандай критик, сондай адамдар не айтасыз? Вам все равно. Маған бәрібір. А мен олар ұрысқанда не табамын? А как вы сами думаете? Настолько это правда, вот это... Мен, например, намаз ұстамаймын, да? Намаз ұстамаймын. Мен қазір 51-мін. Мен ойлаймын, намаз ұстайтын адамдар 70-тен аса ұстау керек. Потому что асықпайды, үйде болады, бәріне туын керексің, да? Жаңағыдай... Ну, вы же не знаете, Алла Тағала Құдай қай уақытта адамды алып кететінін. Этот не. Но сүрелердің бәрін өзім оқимын. Вот я читаю по 500 раз жаңағыдай Аятул Курси оқимын, сен оқи алмайсың. Мен білетінім, сен біле алмайсың, да? Ол деген жаңағыдай адамның бәрі ішінде. От того, что мен намаз оқимын деп, маған кісілер келіп айтады, мен вообще говорит, намаз оқимын, но саған келіп отырмын. Неге келіп отырсың, намаз оқысан, үйінде отыр, да, вот так. Мен ойлаймын, намаз ұстайтын адамдар должны быть очень скромными, очень честными, жаңағыдай таза болу керек. А сейчас все мошенники летают в этот Мекку, все бандиты летают, и жаңағыдай, одан вот, я к тому, что вера сидит в человеке.
Бақыт ханым, айтыңызшы, жындар әлемі бар дегенге сенесіз ба? Вы верите, Жындар что деген существует это- мир джиннов? Құлағыңызға жындар келіп сыбырламай ма? Сен мен сондай неге темаға нет, конечно. Жаңағы көретін кезде сізге ешкім ешнәрсе демейді екен. Мен былай етем, мен кісі қарағанда, я обращаюсь к ангелу-хранителю этого человека. У каждого человека Есть свой ангел-хранитель. Хранитель. Мен одан разрешение сұраймын. Сосын барып деген жаңағыдай начинаю, мен спичкамен жасаймын ғой, работаю, да? Потом мен оны қараймын. Сосын айтамын, мен бірінші қазір саған жақсы жағдайында айтып беремін деймін. Потом жаман жағдайында, что тебя ожидает деп. Неге сен сақ болуың керексің деп. Ал ертең адам ертең өлетін болса, мен оны қарамаймын. То есть мен Құдайдан ұяламын. Ну, біле отырып оны затқа қараймын деп. Түсіндің, да? Получается, здесь сіздің көріп келдігіңізде жындардың ешқандай қатысы жоқ. Жоқ. Черная магия дегенге сенесіз бе? Бар ма? Магия бывает белая и черная. Белый деген, жаңағыда, это для человека, во благо. Сен келсең, сені қарап берем. Черная магия деген, это разрушающее действие. Адам жолын жауып тастайсың. Да? И любой мастер жаңағыдай жолды аша алады да, жаба алады да. Например, біреу порча жасаса, мен оны алып отырамын. Мен алатынмын, мен алып тастаймын. Сізге бір әйел келіп, менің күйеуімді қайтарып бер, болмаса жаңағыдай ана жігітті қайтарып бер деген өтініш айтып келсе, сіз онда орындайсыз ба? өте көп келеді, жаңағы приворот, я приворотами не занимаюсь, да. Деп айтады ғой, иә. Ал жаңағыдай семьяны бір-бірін қоса аламын, әйел мен күйеуін, а любовников я даже не рассматриваю. Ондай адамдар келеді. Пишут прямо, 14 жастан болса қыздар жазады, надо мне приворожить вот этого деп. Сіз айналыспайсыз сондай? Нет, конечно. Если больше заплатить? Нет, конечно. Нет, да? Нет, конечно. Демек, сіз қара магия жасамайсыз? Нет, конечно. Қара магия деген, кім, Данияр айтайын, адамның қаны керек, адамның тырнағы керек, да? Жасап көрген жоқсыз? Ну нет, конечно, зачем мне это надо? Жаңа өлген адамдармен сөйлесем деп айтып қалдыңыз ғой енді? Мен көремін оларды. Көресіз, иә. Көремін де, естимін де. Естисіз. Да. Олар көбінесе қандай жағдайда айтады? Сос, у них что? Енді моя бабушка, мен айтып Сос. отырмын ғой, келіп айтты жаңағыдай, я неправильно лежу деп. Сосын мен барып жылап айттым, ну я не могу тебя перезахоронить, потому что бұлдыртта жаңағыдай бәрі бірінің үстінде бірін жатыр, қалай куда его перетащить? И она успокоилась. А самом деле солай жатыр әжеңіз? Да, маған мен сұраған айтты, да, говорит, мен балам айтады, когда говорит, похоронили, говорит, айтыпты, говорит, біреудің черепін тапқан деп. Анда әбден қазғанда. Меня там не было. И ол бірнеше жылдан кейін қиналып маған келіп айтты, но я не могу ее перезахоронить, потому что там невозможно. Онда бәрін таптауың керексің. Понятно. Это вот про мою бабушку говорю я. Ал басқа бабушкадаңыздан басқа, әжеңізден басқа өлген адамдарды көрген кезіңіз болды ма? Ну, адамдарды іздегенде, я когда вот, видишь, когда я живого человека, я обращаюсь к ангелу-хранителю живого человека. Адам жоғалғанда, ана адамның жаңағыда уже барған жерінен іздеймін. Уже тот. Сондықтан мен 3 күн іздеймін. Bir күнде, бір күн қарайым бар ма, екінші күн жоқ бар ма, үшінші күн айтам, өлі ма, тірі ма деп. Экстрасенсорика деген ғылым бар? Иә. Осы туралы сөйлесейікші. Сіз Ванга, Вольф Мессинг, Джуна, Кашпировский, осылардың қайсысы сізге жақын? Среди них нету шарлатанов, как вы думаете? Нет. Джуну я видела, это реальное. Вы видели? Кашпировского я видел, Чумакты көрдім, біз съемкада болғанбыз. Сіздің пікіріңіз маған өте қатты қызық Ванга туралы. Ванганы мен, я просто мечтала, к ней не попала. Она ясновидящая. Вы разговаривали как-то потусторонним миром или там вы связка? Мен андай деді. Я знаю, что вы Вольф Мессингпен сөйлескенсіз. Да, Вольф Мессингпен сосын деген жаңағыдай қатты қиналғанда я к ним обращаюсь. Что он говорит? Жаңағыдай, я ошибаюсь, я правильно, неправильно дегенде өзім мен знак аламын. Обращаю внимание на знаки. Хорошо, астрология туралы сөйлесейікші енді. Ну, я не астролог. Жоқ, жалпы сіздің көзқарасыңыз, как экстрасенс ретінде. Вот биыл Сатурн. Да. Мына аспан денелерінде қандай да бір високосный год. Да. Кібісе жылы деп қазақша айтады. Қалай? Кібісе жылы дейді. Високосный год. Очень плохой год, да. Да. Астрологияға сенесіз бе? Мен өзім козерогпын, это планета моя Сатурн. Сатурн это означает ограничение. Мен айтам балама, мынандай уақытта келесің, андай уақытта барамыз, мындай уақытта барамыз, это ограничение. Сатурн зашел планета на 2,5 года. То есть вот эти ограничения будут очень долго, продолжительное время. Хорошо. Енді біз өте қызықты тақырыпқа келе жатырмыз, құрметті көрермендер. Біздің каналға жазуды ұмытпаңыздар, лайк басыңыздар, дизлайк басыңыздар. Міндетті түрде сіз суыңызды ішіп алсаңыз. Енді біз Бақыт ханым, алдағы күндерге прогноз жасап көрсек, жалпы
қазір емес, сіз үйде де жасаған шығарсыз енді. Жалпы коронавирус это заговор всемирный? Или жалпы сондай пікір айтып отырған адамдарға не айтасыз? Енді бұл деген жаңағыдай 100 жылда эпидемия болып тұрады. 100 жылдан. Да, 1920 жылы болды, испанка болды, черная оспа. 100 жылда адамды деген жаңағыдай адам азаю керек. И это не придуманный человеком, это идет свыше от Бога. Адам азаю керек. Жаңағыдай, я же не Бог, но я думаю, что Богу не нравится, что очень много людей. Нас очень много. Ему не нравится, вы так думаете? Да. Стало очень много злых людей. Это как бы испытание для человека. Қазір, например, мен прямо даже көп адамдарды сағындым. Туысқандарымды сағындым. Мына 2 үйде отырғанда, кәдімгі сағынасың екен. Прям көргенге. Раньше как был, сағынба жүгіріп барасың. Даже астананың ішінде анда барасың, мында барасың. Ал жаңағыдай, а қазір деген никуда. Самолетті ұшпайды, поезд ұшпайды, машинада жоқ, отырасың. Это проходящее, мен ойлаймын, что майдың аяғында уже бәрі нормально болып, и будем все общаться. Өткенде Амантасқанға берген интервьюіңізде осы туралы айттыңыз. Да. Жалпы енді бәрі қашан тоқтайды? Сонда сіздің пікіріңізше? Но майдың аяғында тоқтау керек. Әлем бойынша? Ну да. Мен тек қана 25 жылдан қорқам, қалған жылдар бәрі жақсы. Но биыл соғыс болу керек Европада. Менің балам айтады, Европаға, Турцияға кірді. Бір үлкен соғыс болайын деп жатыр. Бірақ та біздің Қазақстанның қатысы жоқ оған, қатысы жоқ. Қазақстан қатысы жоқ. Сіз 25 жылдан қорқасыз, 2025 Вот сонда чума болу мүмкін. Чума ма, оспа ма, потому что деген, я вижу, как трупы сжигают. Ол мен ары қарай ысырып қойдым, 25 жыл деп. Я не хочу этого видеть қазір дегенім ғой, қорқамын. Человечество должно поменяться. Адам бір-бірін сыйлау керек. А после 25-го года что? Ну, ары қарай тоже өмір бар. Өмір бар. Конечно. Чипирование дегенге сіз не айтасыз? Қарсымын. Жоқ, жалпы ходят такие слухи. Это же, не я придумал, это в WhatsApp, везде там. Это предсказание же не ғой, андай, предсказание века ғой, это что, когда к этому мы придем, это последние же не. Сейчас же, как это, последние 5 лет главенствует черные силы. Не черная магия, черные силы. Сосын маған деген Балқаш қаласын көрсете береді қайта-қайта. Балқаштың астында бір жол болу керек, Меккеге жол бар. Да. Менің көретінім. Оны тек қана кімдер табу керек қандай? Археологтар, мамандар, жол бар, бізде жол бар. Сосын Луганск қаласы, это Украина, тоже үш қаланы көрсетіп маған: Дамаск, Балқаш и этот не Луганск. Онда это Украина. Онда не бар екенін тоже білмеймін. Сізге просто Луганск көрсетілді, вы не знаете дальше уже. Да. Мне 3 города, которых я должна побыть. Ванга ақыр заман уақытын айтты, Нострадамус айтты. Сіз не айтар едіңіз? Жалпы ақыр заман жақындады ма? Көз алдыңызға қалай елестетесіз осы туралы? Енді вот неден қорқатыным, вот судан қорқам. Су өте көп. Су? Су көп. Вода, су? Воды много там. И вы думаете, всемирные... Потоп болу мүмкін. Қазір бәрі, климат бәрі ауысып жатыр ғой. Но енді бір 50 жылдай тұра аламыз. Это вам нравится? Маған жетеді. Жауапты алдым мен. Сіздің ойыңызша 50 жылдай тұра аламыз. Тұра аламыз. Енді оңтүстік Қазақстан облысы, Түркістан облысы қазір. Мақтаралда жағдай болып жатыр. Оған не айтар едіңіз? Это ожидаемо же, потому что воды много. Мен ойлағам, Ташкентте был землетрясение болатын бұларды. Видите, наводнением обошлось. Я вообще ожидала, жаңағыдай, плохое для Ташкента видела. Жаңағыдай, сумен, кішкентай сумен етілдік. Да, адамдар қиналды, нетті, но, по крайней мере, ешкім өлген жоқ қой. Мақтаралда алдағы уақытта қашан олар аяғынан тұрып кетуі мүмкін? 2 ай. 2 ай. 2 ай. Потом забудет про этот. Ташкенттан ары қарай, наверное, Бухара жақта бір нелер болуы мүмкін, андай. Землетрясение сияқты. Хорошо. Қазір вулкандардың бәрі оянып жатыр. Год очень тяжелый, біз енді осыдан аман өтсек, бәріміз жақсы болар еді. Өте қиын жыл. Пандемия это одно, природные катаклизмы это страшно. Енді мен дәл қазір ұлыңыз туралы сұрақ қойғым келіп отыр. Бір тал ұлыңыз бар, Руслан есімі. Оның бойында көріп келді қасиет бар ма? Да, ол да көреді, түсте көреді, ол да естиді, бірақ та деген, мен оны деген оған пока дайындап отырған жоқпын. Өзінің өмірі бар, он юрист,
маған қазір көмектесіп Жасы жатыр. нешеде? 27-те. 27-те. Да. Болашақта қандай ене боласыз сіз? Қалай елестетесіз? Немерелерімді бағамын, бірақ та бөлек тұрамын. Әлі үйленген жоқ олыңыз? Жоқ, үйленген жоқ. Келін мені сыйласа, мен де оны сыйлаймын. Бір-бірімізді жақсы көреміз, ортада жалғыз ұлым Жалпы ғой. келініңізді көз алдыңызға елестетесіз бе? Көре аласыз ба? Көре аламын, бірақ та айтқым келмейді, балам қасымда тұр. Иә, бірақ көргенсіз. Конечно, көрдім. Тойға шақырам. Міндетті түрде барамыз. Енді мынандай сұрақ. Өлімнен қорқасыз ба? Мен просто ойлаймын, әлі дайын емеспін деп. Ол туралы айтуға болмайды, оны шақыруға болмайды. Оның да энергиясы бар. Поэтому үндемей-ақ қояйық ол туралы. Өлімнің энергиясы бар. Өте үлкен энергиясы. Айтқан сайын ол жақындай береді. Жақындай береді. Оны шақыруға да болмайды, айтуға да болмайды. Жоқ, сіз қорқасыз ба? Мен саған айтып тұрмын ғой, дайын емеспін деп. Бұл сұраққа жауап беруге сіз дайын емессіз мүлдем. Бақыт ханым, менің сұрақтарым осымен тәмам. Ой, мен қандай қуаныштымын. Сізге көп Руслан, рахмет. мен бәрін айттым ба? Я все сказала, да? Сізге көп рахмет. Сізге де Уақытыңызды бөліп рахмет. келгеніңізге. Бүгін Саған бізде да қонақта рахмет. болған Бақыт Жұматова, экстрасенс, көріп кел. Біздің каналға жазуды ұмытпаңыздар, лайк басыңыздар, дизлайк басыңыздар. Сен Келесі жаппа пока. кездескенше сау болыңыздар. Сен деген 2 жылдан кейін қатты байысын. Сол Әумин. байығанда маған обязательно бір нәрсе алып бер. Все? Алтын сақина. Амин. Амин.